1986 жылдың 17-18 желтоқсанында мен Балқаш көлінің күнгей жағасына жақын орналасқан бір шаруашылықта іссапарда едім. 2 күн бойы Алматымен байланыса алмай аудан орталығы Бақанасқа келіп телефон соғып, өзімнің референтімнен білгенім қайсы бір шеру тартқан жастардың Алматы көшелерімен жүріп өткені ғана болды. Кештетіп қалаға келе жатқанда көргенім мені қайран қалдырды. Қаптаған әскери грузовиктерге мінген солдаттар, абыр-сабыр болған ел. Әдетте қазан төңкерісінің кезекті мерекесіне арналатын әскери парад алдында Алматы маңы осындай кейіпкен етін. Үйге соқпай кеңсеге келсем, 11 қабат ғимаратта шам сөндірілген, лифт тоқтатылған. Қызметкерлердің бір тобы кіреберістегі фойеге орналасып алыпты. Қолдарында ағаш кескектің басына кабельдің кесінісі шегеленген бір қамшы. Менің де қолыма біреуін ұстатты. Кабинетіме алып барып сейфтің үстіне қойған сол қамшыны түнде қалай айырылып қалғанымды өзім де білмей қалдым. Шамасы мұндай қамшылар қатаң есепте болу керек. Сендерге мұнша не күн туды десем, жігіттерім маған кезекшілердің Меңдібаевтың тапсырмасымен қойылған, егер обком мен облаткомға шабуыл жасала қалса, осында болыңдар деп бұйырғанын айтты. Лифт жұмыс істемейтіндіктен 10-шы қабатқа жаяу көтеріліп, облатком төрағасының кабинетіне кірсем, 2 тәулік бойы көзін жұмбаған Князев қалғып мүлгіп отыр екен. Ол маған кейіннен ақпарат құралдары арқылы белгілі болған орталық алаңдағы оқиғаны қысқаша баяндап берді де, сол түні кезекші ретінде осында болуымды өтінді. Мұндайда алдымен балаң есіңе түседі екен. Менің де студент ұлым бартын. Ол қайда екен, әлде алаңда қыр көрсетушілердің арасында жүрмекен деп, қаумалаған қалың ойдың шырмауында қалың үйге телефон соқсам, бір тәуірі орынды екен. Кезекшілікке түсерден бұрын тамақтанып алайын деп үйге келісімен, жағдайды сұрастырсам, балам маған: әйтеуір оқ атылмады. Егер оқ атылғанда, сенің жағдайыңа да, фамилияңа да қарамастан, мен де солардың арасында болатын едім дегенді айтты. Әншейінде ештеңемен жұмысы жоқ шектен тыс момын, қой аузынан шөп алмайтын менің бауыржанымның 2 тәуліктің ішінде сонша өсіп қалғанына таң қалдым. Сонымен күндер өте берді. Күшпен басылған жастардың толқуын жұрт әртүрлі саққа жүгіртіп, оқиғаға әркім өзінше кейіп беріп, біреу құптап, біреу даттап жатты. Жергілікті орындар өздерінше шара белгілеген болып, оқиғаға қатысқан студенттерді оқудан шығартып, олардың ата-анасымен, туған-туысқандармен, жора-жолдастармен айналыса бастаған еді. Қызметтен босатылып, партиядан, комсомолдан шығарылғандар да болды. Бәріміздің көкейімізде жүрген жалғыз ой, енді ғана демократияға, жариялыққа қарсы бірге төзімділікке үйрене бастаған тұста, 86 жылғы желтоқсан оқиғасын бағалауда тұтас бір халыққа жала жабылмаса нетті деген. Сөйтіп жүргенде 87 жылдың шілде айында КПСС орталық комитетінің Алматыдағы желтоқсан оқиғасына байланысты арнайы қаулы қабылдап, оған қазақ ұлтшылдығының айғағы деген қасаңқы, қисыны келмейтін әділетсіз баға бергені белгілі болды. Бірақ жұртшылықтың талап етуімен кейіннен мұндай тұжырым қате деп танылып, қабылданған қаулыдан алынып тасталды. Өйткені тұтас бір халықты соншама қаралауға болмайтын еді. Оның үстіне Алматыдағы оқиға кезінде студенттер мен жастардың алаңға шығып қыр көрсетуіне Қонаевтың Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметінен босатылып, орнына сырттан келген Колбиннің сайланғаны сылтау ғана. Ал негізгі себеп республикада дендей бастаған әлеуметтік әділетсіздікке келіп тірелетіні көріне бастаған еді. Тарихтың тауқыметін тартып, рухани парасаттық, жасампаздық мүмкіндіктерін толығынан іске қоса алмай, аштық, жалаңаштыққа тап болып, миллиондаған азаматтарынан айырылғандықтан және Қазақстанға белгілі бір есеппен жер аударылғандардың есебінен өз отанында көпшілік болудан қалған қазақта мұның біріншісі де, екіншісі де, үшіншісі де болған емес. Қазақтың хал ахуалынан азын-аулақ хабары бар, беделін жоғары ұстағысы келетін мекеме
оның бойынан бұлардың біреуін де іздеп әуре болмағаны болар еді. Зерттеушілердің айтуына қарағанда қазақтың 1/3 өз республикасында тұрып ана тілін білмейді. Ұлттық дәстүрлерінен түгелдей айырылған. Әдет ғұрыптарынан түйсігі шамалы. Елдің ұлттық мәдениетінің арттырғанынан гөрі жоғалтқаны көп. Бұларды қайтадан орнына келтіру бір ғана қазіргі ұрпақтың қолынан келе қояды деп ойлаудың өзі артықшылық болар еді. Алаңда өткен митингтерде де осындай мәселелер көтерілген. Соған қарағанда Қазақстандағы жағдайға үстіртін талдау жасаған негізгі тұжырымның салдары мұқият ескерілмеген. Тіптен мезеттегі әлеуметтік саяси үрдістермен үндесе бермейтін осы бір қаулыны демократия атаулыға қарсы бағытталған бірден бір құжат болды десек те қателесе қоймаспыз. Сонымен 1986 жылғы желтоқсанда Алматыда нендей оқиға болды? Қылмысты істерді ашуға жетік одақтық орындарды көптеген танымал мамандарды қатыстырып отыра, республикада жүргізілген мұқият зерттеудің нәтижесі желтоқсан оқиғасын ұлтшылдық мәнде алдын ала жоспарланған әрекет деп есептеген бастапқы жорамалды жоққа шығарды. Алаңдағы қыр көрсетуге дем берген арам ниетті ұйымды да, нақтылы басшыларын да, құпия қаскүнемдікті де көрсете алмады. Алдымен анықталғаны жастардың тоқырау мезетінің бау кеспелігінің қайталанғанына қарсылық білдіру үшін алаңға шыққаны. Желтоқсан оқиғасына қатысқан үшін жауапқа тартылғандардың, оқу орындарынан қуылғандардың, жұмыстан шығарылғандардың жалпы саны баспасөзде жарияланғандай. Солардың бәріне болмаса да басым көпшілігіне қатысты қабылданған шешімдерде асыра сілтеу болғаны кейіннен байқалды. Жазаға тартылғандардың арасында жұрттан естіп білгені болмаса, алаңның маңына да жуымаған, бірақ КПСС орталық комитетінің қаулысы жайлы ресми пікірге қайшы келетін ойын бұқпантайламай, ашықтан ашық айтқандар да, студент балаларының қылығы үшін жапа шеккендер де болған. Жазаға тарту толқыны облыстардағы оқу орындарына да жеткен еді. Осының өзінен де осы бір қаулының зардабынан ғылым мен жоғары мектепке қанша зиян келтірілгені көрініп тұрған жоқ па? Желтоқсан оқиғасының артынша Известияда Алматыдағы студенттердің ұлттық құрамын тағы да проценттеп берген «Шырмау» атты мақаланың жариялануы онсыз да қозып алған жағдайда шиеленістіре түскен еді. Студенттердің ұлттық құрамы жөнінде оқу орындарына қойылған айыптың орынсыз екенін ең алдымен Колбинге айтып түсіндіруге тура келді. Әдетте солтүстік шығыс облыстарда мектепті орысша бітіргендердің көпшілігі мүмкіндігінше қиыр оңтүстіктегі Алматыдан гөрі Ресейге оқуға түсуді қалайтын. Ал қалған облыстағылар, әсіресе мектепті қазақша бітіргендер керісінше Алматыда оқуға тырысатын. Бұл қаулымен реттеуге келмейтін жай. Егер Шымкентте, Жамбылда, Қызылордада, Ақтөбе мен Атырауда орыстар аз болса, оқуға түсетіндердің арасында олардың ара салмағы қайдан басым болсын? Ал Ақмолада, Петропавлда, Қостанайда, Көкшетауда қазақ аз болса, ол неге оқуға көбірек қабылданбады деп оқу орындарын кінәлауға бола ма? Оның үстіне жоғарғы оқу орындарын түсетіндердің ішінде қазақ жастарының ара салмағы көп жылдық көрсеткіштерге қарағанда республика бойынша 45-47, қыстағанда 50%-тен аса қоймайтын. Сөйтіп 1988 жыл 5 мамырда Колбиннің қатысуымен Алматыдағы жоғары оқу орындарының басшыларымен жиналыс өткізіп, студенттерді процентке бөліп қабылдауды тоқтатуды ұсындық. Сонымен процентоманияға біржолата тыйым салынды. Мұның өзі қазақ кадрлерін іріктеу, қызметке тағайындау және пайдалануда жіберілген ауытқулардан да құтылуға жол ашты. Колбин көп шаруаның байыбына тереңірек бара бермейтін. Мәскеулік бір жауапты қызметкермен кездескенде, оның күнделікті жұмыс уақытының 70% ұлтаралық қатынастарды реттеуге кететін жайында айтып отырғанын естіген едім. Әрине, сынықты сылтау етіп қоздыра берсе, онан да көп уақыт босқа кетуі мүмкін. Олай дейтінім, ұлтаралық қатынас дейтін Қазақстанда соншалықты алып бара жатқан дерт еместін.
Жұрт күн көрудің қамымен әлек болып жүрсе, біз оның басына қай халықтың өкілі екенін құя бердік. Бірде сіз әлі мейітте болмаған екенсіз. Ондағылардың қоятын мәселелері де бар екен. Бірге барып қайтсақ қайтеді дегенімде, Колбин келіскендей болған еді. Бірақ 10-15 минут өтпей жатып, маған қайтадан телефон соғып, үнемі сіз деп сөйлейтін Колбин сенге көшіп, сен мені досыңның алдында бас игізгің келеді. Оның бізге қандай көзқараста екенін біле тұра, барып келе қояйық дейсің деп зекіген соң, трубканы орнына қойып кабинетіне бардым. Мен әзірше сіздің ұстанған бағытыңызға қарама-қарсы келетіндей ештеме істей қойған жоқпын. Керісінше, сіз бір ләптен кейін екіншісін ытқытып жатқанда артыңызды жабумен келем. Литературная газетада қазақтар өз тілінде сөйлегісі келмейді дегенді айтқаныңызды, Геннадий Васильевич олай дегісі келмеген екен. Журналисі құрғыр дұрыс түсінбепті деген тілге тиек етіп, жұртшылықтың көңілін жайландыруға қаншама уақытым кетті. Онда да бірінші хатшының беделі бәрімізге ортақ болғандықтан, әйтпесе менің басқа міндеттерім де басымнан асып жатқан жоқ па дедім. Да, сіз келгелі жұрт менің үстімнен аш жазатын болып жүр дей бергенде, ендеше несіне огород городить етіп отырсыз? Есенәлиев сіздің де досыңыз ғой. Барғыңыз келмесе бармай-ақ қойыңыз. Одан аспан айналып жерге түсе қоймас дегенді айттым. Ол үндемей қалды. Мен шығып жүре бердім. Сол екен, мұнан былай ол Қазақстаннан кеткенге дейін ара қатынасымызда ашық жарқындық болған жоқ. Қорыта келгенде, соңғы жылдары біз оң солымызды дұрыс танып, халқымыздың өткен жолына үңіле бастадық. Ау, осы біз кімбіз? Дүниежүзілік өркениетке қандай үлес қостық деген сұраққа жауап іздеудің өзі есейгендіктің белгісі. Қазақ тарихының ұлы тұлғаларын еске алдық. 30 жылдардың жазықсыз құрбандары болған арыстарымыз арамызға қайтып оралды. Қайта туып, Наурыз мейрамы келді. Қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілді. Бақсақ осының бәріне дем беріп, жұрттың көкірек көзін ашып, ұлттық ар, намыс деген қасиеттерді бойына қайта дарыта бастаған 1986 жылғы Алматыда болған желтоқсан оқиғасы екен.